Біраз әйелдің ашуына тиіп, қоғамда дүмпу тудырған тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заңды президент ел өре түрегеліп шулаған соң парламентке қайтарып жіберген болатын. Енді депутаттар ана мен баланы заңсыздықтан арашалайтын құжатты тұрмыстық зорлық зомбылық туралы емес, отбасын қолдау жөніндегі заң деп атауын өзгертпек. Мәжілісмендер тіпті құжатқа енгізілетін механизмдерде өзгеше болады деп отыр. Дегенмен заңды қайта жазуға бір шама уақыт кететін сияқты. Қазақстан парламенті зорлық зомбылық туралы заңды талқылап жатқанда ел өре түрегеліп, аналар жиналып құжаттың бірнеше баптарына қарсы шықты. Ақыры президент пәрменімен заң жобасы кері қайтты. Енді жаңа депутаттардан құралған парламент заңды мүлде басқаша қылып қайта жазбақ. Тіпті атын да өзгертуге бекініпті. Енді басқа жағынан кірмекшіміз. Мәселе енді отбасыны қолдау жөніндегі заң болады. Яғни ол біреуге санкция қолданатын, біреуге күштеу басқа емес. Жалпы Қазақстандағы дәстүрлі отбасы қандай болу керек. Депутаттар құжаттың концепциясы әзірленген соң аймақ-аймаққа таратылып, әр адамның пікірі есепке алынады деп отыр. Яғни ендігі дайындалатын құжатқа аса ыждахаттылықпен қараймыз дейді мәжілісмендер. Ал 16 депутаттан құралған жұмыс тобының кейбір мүшелері елді шулатқан заң жобасының айтарлықтай олқылығы болмап еді дейді. Осындай шулайтын енді солай олар айтып жатқандай ештеңе жоқ. Барлығы енді осы зорлық зомбылық болмау үшін жасалып жатыр ғой. Біздің әйелдерімізді қорғайтын, отбасын қорғайтын. Депутаттар заңның қашан жазылып бітетінін және оның қолданысқа қашан шығатынын дөп басып айта алмады. Ал әзірге қоғамда әйелдер мен балаларға қатысты зорлық зомбылық әлі де тыйылмай тұр. 2 айдың ішінде Қазақстанда 100-ге жуық отбасылық зорлық тіркелген. Заңда көрсетілмеген норма болғандықтан біз оған жауапкершілікке тартылмаймыз. Енді қазіргі қолданыстағы заңның біраз біздің қолымызды байлайтын моменттары бар. Енді жаңадан шығатын заңнан үмітіміз көп. Әзірге елде әйел мен баланың құқығын 100% қорғап шығатын заң жоқ. Ал ерінен таяқ жеп барар жер таппаған нәзік жандылар бүлдіршіндерін құшақтап, дағдарыс орталықтарын жағалауға мәжбүр екен. Ал жаңа қабылданатын заң отбасын қорғай ала ма, жоқ па, оны да тәжірибе көрсетеді. Гүлнәз Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр Сұлтан.